Жыландар патшасы туралы аңыз. Ерте заманда Ахмедин деген патша өмір сүрген екен. Ол өте әділ және көрегенді патша болған деседі. Бірде Ахмедин патша қартайған шағында айықпас дертке шалдығып қатты ауырады. Оның ауруының емін ешқандай балшы да, емші де таба алмайды екен. Ауру жанына батқан патша, егер кімде-кім менің ауруымды емдейтін болса, өзімнің патшалығымның жартысын соған сыйлаймын дейді. Бұны естіген қол астындағы оңбаған уәзірі патшаның жарты байлығын алу үшін небір амалдар іздестіріп, оны қалай да емдеп алуды ойлайды. Сөйтіп жер-жерді кезіп патшаның ауруының емін іздейді. Небір шаһарларды аралап келе жатқан уәзір бір тастың үстінде демалып отырғанда бір саудагердің әңгімесін естіп қалады. Ол саудагерлер былай деп жатқан болады: осы шаһардың сырт жағында бір жылан бар дейді. Жыландардың патшасы көрінеді. Атын естіген адам сол мезетте қайтыс болады дейді, және оның қаны бүкіл дертке дауа екен. Сол жылан бізде болса ғой, ханымымызды емдеп алып, бір байып қалар едік деп айтып жатқан естіп қалады. Уәзір жандарына келіп, ол жыланды қайдан тапса болады, айт қане дейді. Саудагерлер: ой, оны табу қайда? Оны табу қиынның қиыны ғой дейді. Бірақ оны осы шаһардың оң жол жақ шетінде тұратын үйі ескі кедейдің баласы білетін көрінеді дейді. Уәзір дереу сол баланың үйін тауып барып балаға айтады: сен осындай бір жыланды біледі екенсің ғой, айт қане, айтпасаң әке шешеңнің басын аламын дейді. Бала қорқып айтқысы келмесе де айтуға мәжбүр болады. Ол бала Шахмиранмен былай кездескен еді. Бала өзінің достарымен ойнап жүріп шаһардың сыртынан алыс кетіп адасып, сол Шахмиранның үңгірінің алдына барып ұйықтап қалады. Оны көрген Шахмиран баланы өлтірмекші болып жатқанда, бала оянып кетіп, мені өлтірмеші деп жалынады. Жылан баланы аяп кетіп өлтірмейді, және оған мені көргеніңді ешкімге айтпа деп аманат қылып тапсырады. Бала келісіп, онымен алдағы уақытта кездескісі келетін, үңгірге келіп жүргісі келетінін және дос болсақ деп өтініш айтады. Шахмиран қуанып оған өзінің шын атын айтады және де есімімен шақырса үңгірден лезде шығатынын айтады. Сөйтіп бала Шахмиранға келіп қызықты уақыттар өткізіп ойнап кетіп жүреді. Содан уәзір ата-анаңды өлтірем деп қоймаған соң, бала уәзірді Шахмиранмен кездесуге уәделеседі. Оңбаған уәзір қатты қуанған соншалық патшаға жүгіріп келіп, оның емдейтінін айтады да патшамен бірге жорыққа жүреді. Кедей бала жол бастап патшамен уәзірін нөкерлерін ертіп апарады. Екі нөкер үңгірдің аузында жыландаған, жалаңдаған, өткір қылышын алып, дайындап жыланды өлтіруге әзір тұрады. Бала: Шахмиран, мен келдім деп дыбыстайды. Шахмиран бала келді екен деп қуанып үңгірден атып шыққанда, екі нөкер жыланды 3 бөлікке бөліп түсіреді. Жыланның 3 бөлігінде 3 түрлі қасиет бар. Бірінші бөлігінде у болады, екінші бөлігінде ауруға ем, үшінші бөлігінде ақыл білім жатады. Бірінші бөлігін оңбаған уәзір шыдай алмай қанын өзім ішем деп ішкен кезде бойына у тарап сол жерде мерт болады. Екінші бөлігінің қанын патша ішіп бүкіл ауруынан жазылады. Ал үшінші бөлігінің қанын кедей бала ішіп данагөй ақылды болады. Сөйтіп патша балаға рахметін айтып өз уәдесінде тұрады. Шахмиранның үңгірге оралмағанын білген басқа жыландар оны іздеуге шығады. Үңгірдің аузында өздерінің патшаларының өлі денесін көргенде, жыландар кім өлтірді екен деп әлі күнге дейін іздейтін көрінеді. Бірақ жыландар өздерінің патшаларының адам қолынан қайтыс болған осы уақытқа дейін білмейді екен.